Армысыздар достар, YouTube каналымызда бүгін ерекше шығарылым. Осыдан 30 жыл бұрын елімізде бір елеулі оқиға болды. Ол жөнінде қазір әңгіме барысында сіздерге жеткіземіз. Бүгінгі қонағым мәдениеттанушы, тарихшы Серік Ерғали. Қош келдің аға. Өткенде Facebook'та оқыдым. Шында да бұл оқиғалар бәрі менің көз алдымда өтті. 20 ғасырдың соңында қазақ халқының ұлттық рухын әйгілеген үш оқиға болды. Ол Алматыдағы 86 жылғы желтоқсан оқиғасы, сосын Жаңаөзендегі 1989 жылғы шілде оқиғасы және Оралдағы 1991 жылғы қыркүйек оқиғасы. Әлі күнге дейін тарихшыларымыз бұл оқиғалардың мән-жайына үңіліп, тарихи тараздан өткізуге асықпай отырғандығы өкінішті. Бұл оқиғаларды қазақ халқының егемендікке ұмтылысының көрініс тапқан тізбектес үш бұлқынысы еді десек қателеспеппіз. Бұлардың үшеуіне де тән жайт қарапайым халықтың қатынасуы. Үшеуі де егемендікке қол жетер уақыт қарсаңында жалпы ұлттық сипатқа ие болған құбылыстар. Мен ол кезде оқимын, студентпін, көп қазіргідей енді ақпаратты жеткізу құралдары болған жоқ. Газеттен оқыдық. Неше жастасың ол? 20-дасың? Жоқ, 17-демін. 17-демін. Енді ол кезде біраз кәдімгідей іштей бұл қалай бұры екен деген сияқты толық енді кейін әртүрлі ақпараттар шығып жатыр ғой, біресе былай болды, біресе былай болды деп. Бұл негізі мен сол туралы бір сол жергілікті журналистің жаңағы деректі фильмін тағы да қарап шықтым. Бұл оқиға қалай басталған өз аузыңыздан естісек. Жақсы, жаңа көргенің ол енді Мұнайдар Балмолда деген ақын журналист жігіт Оралда тұрады. Сол жігіттің түсіргені өзі қатысты. Ол кезде 22 жаста ғой деймін, 22-23 маңында. Ол да институт бітіріп жатқан жігіт, жап-жас бала. Мен ол кезде 30 жастамын. Жаңа басында әңгіменің үш оқиғаны атап өттің ғой. Енді мен тарихшы емеспін, жаңа қателесіп тарихшы деп қойдым. Мен журналистпін, енді публицистика сояғында жүрмін, мәдениеттану соңғы кезде этнология жағымен жүрміз. Ал енді үш оқиға, шын айтқанда, ол мен өзім зерттедім. Зерттегенде ой жіберсеңіз, үш оқиға бірін-бірі толықтырады да. Yani толықтырады да, әрбір оқиғадан сайын біздің халық биіктей берген. Бірінші желтоқсан, ол шын айтайын, ол стихиялы түрде бүкіл қазақтық ол бұлқыныс болды. Ол тек Алматыда болған жоқ. Ол бүкіл Қазақстанда болды. Жалпы біз тек ана Алматы желтоқсан дейміз да, тек Алматымен жауып тастап жүрміз. Ол Қарағандыда болды. Ақтөбеде 25 желтоқсан күні бәрі апа-сапа болғаннан кейін алғадан үш жігіт шығып, боксерлар кәдімгі дүрліктірді. Бәрі бітті дегенде. Ол басылған емес. Ол солай болды. Оны ешкім ұйымдастырған жоқ. Ол ұйымдастырған не? Кім? Мына жер ұйымдастырған. Ол жіпсіз байланыста болады халық. Ол ұлттық сана деп аталады. Біз негізінде өткен ғасырдың 90 жылы бір ұлт болып қалыптасқан халық еді. Ұлт деген сөз халықтан деген сөзден айырмасы бар. Халық деген жалпы халық, ұлт деген мемлекетке ие халықты айтады. Яғни қазақ халқы желтоқсанға шыққанда мемлекетке ие болуға біз иеміз деп шықты да, ие ретінде шықты. Енді жарайды, оны басып жаншыды, содан кейін біздің халықтың рухы түсіп кетті. Әңгімені ашығы керек. Сол кездегі қарасаңыз бәрі көрінгенді қолын созайып, қазақтар, шовинистер, ұлтшылдар, бәлендер деп кәдімгі басып, өзіміздің коммунист компартияның азаматтары өзіміз басты. Солай рух түсіп кеткенде 89 жылғы Жаңаөзен оқиғасы қайтадан дүр өткізді рухты. Ол әлеуметтік тақырып болғанмен, біз осы жердің қожайынымыз деп тағы шықты халық. Маңғыстаудың Жаңаөзенінде. Осы толық ашылмады әлі? Ол ашылған жоқ, қаралған да жоқ, жауып тастады. Енді жаңағы сәл-пәл біздің ең болмаса өзіміздің орысымызды неге қоймадың деген әңгіме айттық қой 86-шы. Мына жерде біздің жерімізде неге басынасыңдар? Біз қожайынбыз ғой деген әңгіме айтылды. Сен биіктеп келе жатыр. Оралда емес, Жаңаөзенде. Биіктеп келе жатыр ма әңгіме? Тақырып, оның талабы биіктеп келе жатыр. Содан кейін оған әдейі Әнуар Әлімжановпен белгілі жазушымыз, Әбіш Кекілбаев екеуі барып халықты басып, бірақ өз жердегі бас көтеріп, әбден басынған, әсіресе Кавказдық азаматтар, олардың бәрі көшіп кетті. Яғни біз жерімізді өзіміз ие екеніміз жайлап бірте еңсені көтере бастадық. Осындай кезде
90-шы, 89-90 жылдары бүкіл мына КСРО-ның барлық республикалары ұлттық майдан аша бастады. Народный фронт деп атады, халықтық майдандар. Біздің Қазақстанда оны ашатын жағдай болған жоқ. 86-да бір жаншыды, одан кейін 88-де Колбин зорға кетті. Солай ғой. Сол 89-дан бастап басшымыз Нұрсұлтан Назарбаев отырып, бас хатшы болып, әйтеуір бірінші хатшы болып. Сөйтіп еңсені көтере бастадық та, сол кездің өзінде бізде халықтық майдан құру, саяси деңгейге көтерілу деген сана өте қиын болды. Себебі неге? Біздің Қазақстанды 2-3 есе басып тастаған басқалардан көрді. Тіпті сіз ГКЧП дейді ғой, жаңағы мына төтенше оқиға болды ғой. 91-дегі тамыз айында, биыл оғанда 30 жыл болды. Ол да аталып өткен жоқ. Өйткені ол одақтың ыдырауы. Соны жақсылап тұрып атап өту керек еді. Содан кейін сол 30-31 Қырғызда, Өзбекте тәуелсіздік алып жатты. Ал қазақ қайда болды? Қазақ тәуелсіздік алған жоқ, әңгіме айтылған жоқ. Оның барлығы неден? Қазақтың бейшаралығынан емес. Бізді 2 есе, 3 есе езіп, демографиялық жағынан. Ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынов атамыз Аллаға шүкір 6 миллион болдық деп қуанды ғой. Сонда 20-шы жылға қарай, 25-ші жылға қарай біз шамамен 10 миллион болған халықпыз. Содан 50-ші жылға қарай тың көтерген кезде, бізді санаған кезде 2,5 миллионның о жақ жағында болдық. Сонда қанша процент қырған? Ол кезде, мысалы үшін, Өзбекстандағы қазақтардың саны, Қазақстандағы өзбектердің саны, Қазақстандағы қазақтардың санынан көп болған кез болған. Солай болды. Енді қараңыз, осының бәрін есептеп, талдап жатқан жоқпыз біз. Біз тарихшыларымыз қайда, демографтар қайда, енді қазір айтып жатыр, жаңа ғана. Сонда қазір есептесеңіз, біздің санымыз қанша болар еді? 100 миллион халық болар едік біз қазір. 100 миллион халқы бар, қазағы бар мемлекет кімге әл беретін еді қазір? Оны көре білді. Оны Совет одағы Сталиннің өте мықты адамдары болды. Олар өте көре білді. Қай жерден, қай жылдары, неше жылдан кейін КСРО-ға, Совет одағына, былай айтқанда, Қызыл империяға кім жау болады? Соны бірден алдын алып қырды. Украиндар мен қазақтар. 100 миллион болмаса да 50 миллион болады. Жоқ, демографиялық немен есептен 100 миллион болады. Жарайды, 2 есе қысқан 50 миллион болғанның өзінде де қазір сен бүйтіп тақияңа тағылместесің. Ар жақ бер жағын қысып ішкенің ірің болып отырмайды ғой қазір. Немене, біресе солтүстік дейсің, біресе шығыс дейсің. Ондай қарамас едік. Көрдіңіз бе? Міне осындай кезде енді мен жалпы тарихқа шығып жатырмын, себебі оны айтпасақ түсінбейді халық. Біздің қазір ұрпақ ештеңе білмейді. Ол түгел біздің есейген, біз сияқты азаматтардың өзі бәрін ұмытып қалды. Сонда анау Прибалтиканың бәрі бөлініп жатыр. Кавказдар, өзбектерге дейін халық майданын ашып жатқанда, біздерді халық майдан деген сөзді айтуға қорқып жүрміз сонда. Сонда біздің бар ашқанымыз не екенін білесіз бе? 89 жылы 28 ақпанда Олжас Сүлейменов бастап Невада Семей қозғалысын құрды. Экология саяси емес. Сен тимесең мен тиме. Біз таза экологиямызды, табиғатымызды қорғаймыз деп. Азатшы. Жоқ, тұра тұр, ол азат болған жоқ әлі. Содан кейін 89 жылы қыркүйекте, 22 қыркүйекте қазақ тілі қоғамының құрылтайы болды. Қазақ тілі қоғамын құрғанына мәз болдық біз. 2 жыл бойы соны тойлап жүрдік. Жақсы ма? Жарайды. Осының барлығы, мен жас болсам да көкірегімде тұрды да, мысалға біздер біраз өңірлерде, мына 89 жылғы Парасат қоғамы құрылды. Маңғыстауда ол жаңа қозғалыстың нәтижесінде құрылды. Сөйтіп, мысалға Ақтөбеде Алдаспан құрылды 90 жылдан бастап. Бірлесу болды Шымкентте. Солай біраз жерде болды. Қазақ тілі қоғамдар барлық жерде құрылды да, бірақ қазақ тілі болғанмен ол жерде ұлттық саяси тәуелсіздік әңгімесі бастала бастады. Содан көктеп шықтық қой біздер. Енді жаңа оқиғаға келетін болсақ, сөйтіп келдік та, енді Азат қозғалысы 90 жылы 1 шілдеде құрылды, құрылтайы. 90 жылы ғана. Оған дейін барлығы майданда асып, улап-шулап, әне-міне бөлек шығамыз деп жатыр. Грузиндерге дейін, Прибалтика барлығы. Азербайжандар елшібей болды. Елшібей 1 жыл болғанда бүкіл ұлттық мәселені шешіп тастамаса да, өзінің тілдерін бірден мемлекеттік тіл қылып, бірден көшіп кетті олар. Орыс тілін ұмытып қалды қазір ұрпақтары көбі. Енді айтқым келіп отырғаны, Алдаспан бірлестігі Ақтөбеде республикалық деңгейде құрылтай болды. Оған бүкіл батыс облыстарынан келді, делегаттар Алматыдан келді, Кілең желтоқсанға қатысқан мықты жігіттер келді.
өте сауатты. Сол жігіттер қазір қайда екенін білмеймін. Әбден әлеуметтік жағдайға ұшыраған шығар. Өте сауатты, деңгейі мықты жігіттер еді. Солар келді, сонда құрылтайды. Біз Ақтөбеде бүкіл интеллигенттер бәрі баяғы компартияның съезі сияқты отырды ғой. Оның қазір ютубта бар несі жазбалары. Сонда Оралдан келген жігіттер, Нұрлыбай деген жігіттер болды. Дәрібек, біраз жігіттер келіп, солар плакатымен, жаңа лозунгысымен кетті. Бізде казактарды осындай колониялық саясаттың осындай құйыршықтары шығып жатыр. 90 жылы. 90 жылы неде? 21 қазанда. 21 қазанда. 90 жылы. Bir жыл бар әлі. Иә. 10 шақтай Иә, солар келді. Ол кезде компартия әлі неғылып тұр. Иә. Сонда біздер ықпалымыз сондай. Біз дом политпросвещения дейді ғой. Компартияның, облыстық компартияның саяси ағарту үйін алдық. Сол жерде құрылтай жасадық. Кім рұқсат берді? Ол кезде меңгерушісі сол облыстық компартияның бюросының мүшесі ағамыз болды. Абдуллаев деген. Иә. Сол кісі. Ол кісімен өте жақсы болдық. Ол құрылтайға дейін біз 90-ның 24 қаңтарында клуб ретінде құрылғанбыз. Ол клуб ретінде құрылған себебіміз қазақ тілі қоғамы дұрыс жүрген жоқ. Біздің көңілімізден шыққан жоқ. Соған оппозиция ретінде біз өзіміз келең жастар болып алдаспан несін құрдық. Алдаспан деген сөзді ешкім білген де жоқ. Бұл не пеле алды аспан деп жүргендер болды. Ол деген қылыш ешқандай. Қыны жоқ, кез келген уақытта. Шағын қылыш. Шағын емес, ол үлкен болады. Кез келген уақытта анау шағын болса ол қынға салынады. Мынау қынға сыймайды, мынау үлкен болады жалпақ. Ол өзінің салмағымен шабады. Ол нар кескен деген соның бір үлкен түрі болады. Түсіндің бе? Ол кез келген уақытта ұлт үшін жаңағыдай нетуге тиісті деп. Біз оны орыстар жаңа сұрайды жергілікті журналистер. Бұл не алдаспан? Кімді қырайын, не сояйын деп. Жоқ, біз ол скальпель, перестройка деп жаңағыда. Перестройка болды ғой. Соның скальпелі жаңағыдай біз енді тазаруымыз керек деген. Міне сол кезде құрылтайдың қазан айында келген жігіттер Оралдың мәселені қойды. Батыста осындай үлкен мәселе болып жатыр. Ондағы тиегі олардың қазақтардың, жайық қазақтарының 400 жылдығы деген тойламақ 91 жылы. Соны сылтау қылып, олар республикасын жарияламақ. Дәл сол кезде мына Молдавияда Приднестровье деген республика құрыла бастады. Көрдіңіз ба? Енді былай айтқанда Ресей империясы ыдырап жатты. Империялық күштер жанталасып жатты. Ол түсіну керек. Біз егер Алтын Ордада сондай болды ғой қазір. Ел айырылған деп жаңағы Асанғайға атамыз қаздуған бәрі шулаған жоқ па, жырлаған жоқ па. Сол сияқты бұлар да күңіреніп кетті ғой. Бұлар деген 91 жылғадан кейін естерінен танып қалды шын айтқанда. Орыс халқы енді бір жағынан. Өйткені империя деген қанша дегенмен адамның кеудесін ұстап тұрған үлкен қуат қой. Сонда жігіттер келгеннен кейін біздің алдаспан бірлестігінің Ақтөбе облысын ұстап тұрған өз алдына. Мына Салатеров деген бірінші хатшы болды ол кезде облысты басқарған. Ол кісіге үшінші идеология хатшысы болып кімнің Колбиннің адамы Катунов келді. Ол бізді бағындыра алмай ақырында Алматыға қашып кетті. Өйткені біз сауатты қимылдадық. Олап шулаған жоқпыз. Алдаспан бірлестігін ресми тіркеуі қызық болды. Тіркеген кезде біз берсек, ондай Совет одағында ондай қоғамдық бірлестікті тіркейтін заңдама жоқ болып шықты. Содан біздің өзіміздің заңгер жігіттер оны тауып берді. Оны тапқанда СССР министрлер советінің бір 30 жылдарда ма, 40 жылдарда ма шыққан бір қаулы бар екен. Білім сияқты жаңағы ұйымдарды тіркейтін. Соның негізінде деп біз Лапшин деген қаланы басқарған азамат болды. Соған апарып берді. Мұның негізінде біз тіркегіздік. Содан ең бірінші біз тіркелдік. Бізден кейін марқұм Марат Оспанов ағамыз басқарған Ақтөбе қаласының жаңағы демократиялық күштер одағы деген клуб болды. Солар тіркелді. Олар бізден кейін тіркелді. Орыс тілді, сауатты, кілең функционер болса да, біздер алға шығып кеттік. Сондай жағдай болған кезде біздер енді аздап күшке міне бастадық. Жаңағы мектептерді, балабақшаны ашу бізсіз ашылмайтын болды. Шын айтайын. Сол дәстүр бойынша мына Қазақстандағы Алматыда бір 12-ші мектеп болды, ол қазақ орта мектебі.
Сол сияқты бізде де жалғыз 21-ші мектеп болды. Бірақ Содан 6-шы аралас мектеп болды, 6-шы орта мектеп. Содан жаңағы Зурапай келіп айтқан келіп бізге бәрі шағымданады, ұлттық мәселе бойынша бізге келеді. Біз жаңа обком сияқтымыз. Содан келеді, біз кәдімгі отырып қараймыз, бүгін мынандай мәселе деп алдын ала оның түкін тәртібін нетеміз. Солай біз ол мәселені шештік. Мүлдем қазақ орта мектебі болды. Содан кейін жаңбырша жауды қазақ мектептері де жаңағы қазақша балабақшаларда. Енді айтқым келіп жатқаны қазанға келдік. Қазан айында бірлестік болған кезде құрылтайда енді біздің немізді Алматы естіп жатты да. Содан кейін 91-дің қысынан кейін бізге қайта 90-шы жылы шілдеде азат қозғалысы құрылды ғой. Біз шын айтқанда ол азат қозғалысына менсінген жоқпыз. Неге? Біз оған дейін біраз шаруаны тындырып тастағанбыз. Атымыз дүрілдеп тұр. Мысалға облыста. Сол сияқты әрбір өңірлерде солай дүрілдеп тұрған ұйымдар болды. Содан кейін Алматыдан біз бір күні арнайы Советқазы Ақатай ағамызбен Батырхан Дәрімбетов келді. Бұл 6 сәуір 1991 жыл. Келерден маған хабарласып, жігіттер жиналыңыздар, біз сіздерге бір өтінішіміз бар, біз сіздерге келе жатырмыз. Мұрсаты болса біргейік, соны қарайық, сол үшін келе жатырмыз деп. Жарайды, енді келіңіздер, себебі мен де ойладым. Мысалға, біз әрбір хандық болып отырамыз ба? Басқа елдер жаңа майдандар құрып жатыр. Елдер тәуелсіздікке шығып жатыр. Біз бірыңғай бір ұлттық майдан құруымыз керек болды да. Сосын келді, қарсы алдық. Содан кейін жақсылап тұрып, ол кісілерді үйге қарсы алып, жаңағыдай отырмыз. Дастарханда, ал енді бұйымдарыңызды айтыңыздар. Олар осылай азат қозғалысын құрғанымызды естідіңіздер, білесіздер. Біз қазір осының барлық жерде филиалдарын құрып жатырмыз. Бірақ енді сіздер тұрғанда басқа филиал құрып не керек? Сіздер осы коллектив, сол ұжымдарыңызбен кірсеңдер бізге. Сол үшін келдік деп. Содан кейін жігіттер бір-біріне қарады. Бәрі өзі піскен саясаткерлер, барлығы саясатшылар. Жас, қылшылдаған жас. 30 бен 40-тың арасындағы жігіттер. 30 бен 40. 30-40 бітті. Енді ағаларымыз бар, олар қамқорлық кеңесі қылып қоямыз. Алға шығарып жаңағыдай жиналыстарда отырғызып қоямыз. Сондай болды. Содан кейін жаңағы бүйтіп ымдастықта шығып кетейік деді. Сосын айттық, екеуіңіз сіздер отыра тұрыңыздар, шай ішіп, біздер оңаша ақылдасып келуіміз керек. Содан мәселені қойдық, ал жігіттер не істейміз? Біріншіден, жергілікті жерде қалыптасып, барлығын алса, алақанда жұмсақ тұрғында қылып отқан алдаспанды қалай біз өзіміз өлтіре саламыз ба? Ол мәселе бар. Екіншіден, қосылмайын десек, біз бүкіл жалпы ұлттық қозғалысқа қалай қосылмаймыз? Содан кейін, жоқ, ұжымдық мен кірейік, алдаспан қалсын, бірақ жаңағыдай қозғалыс деген ол енді партия емес қой. Солай кірейік, жақсы. Содан келіп, солай деп айттық, екеуі тым-тырыс отырды бірақ. Олар біздің филиал болғанымыз қалап отқан, сәйлеп байқап отырмыз да. Содан кейін болғаннан кейін шыққасын маған екеуі айтты, Сәке, мынау жігіттерді көндірсейші енді. Бір филиал құрып кетейін деп келдік. Соны ойланыңыздар. Сонымен не керек, жігіттермен ақылдасып, сонда мықты батырлық жасап. Мысалға, сен Жайдарманды деңгейге жеткіздің да? Жайдарманды қазір басқа ірі бренд дейді ғой. Басқаша бренд жасауға сен 10 ойын 1000 толған едің ғой. Алдаспанда сондай болған. Сонда біздің азаматтардың өздеріне сенімділігі сондай, ақырында келісіп, алдаспанды азат қозғалысының филиалы қылып құруға келісті. Біз өткен кез келген уақытта 2-3 айдың ішінде қайттан ребрендингті қолға алатынымызды көріп тұрмыз да. Сөйтіп, кооператив техникумында Естай Жайлыбай ағамыз бар, қазір Фейсбукта отырады. 3 төрағаның біреуі, сол кісі алып та, сол жердің орнын жай алып, помещение, сол жерде құрылтай өткізіп, азат қозғалысын жарияладық. Содан көп азаматтар ренжіп бізге алдаспанды деп жаңа өздері туған баласы сияқты ғой енді. Басқа кісілер жаңа. Өйткені мынандай нәрсе ғой. Совхоз, колхоздарға дейін бізге маман сұрап келеді жаңа. Бізге мынадай мәселе бар деп. Сосын біз кәдімгі соны обкомға мына болып шешіп отыратынбыз. Ол кезде кейінірек мына облыстық комитеттің 3-ші хатшысы Катунов кеткеннен кейін оның орнына Аслан Мусин сайланды.
Аслан Мусимен біз тікелей байланыста болдық. Ол ұлтшыл азамат болады. Енді бұның барлығын айтып отырған себебім сол кездегі ситуацияны, сол кездегі ахуалды халыққа білдіру керек. Қандай жағдай болды? Ол кезде романтикалық демократия болған. Кез келген не айтқымыз келеді айтатынбыз. Митингі жасаймыз, жасайтынбыз. Ең алғаш рет Совет одағының жаңа референдум өткізілді ғой. Содан бір апта бұрын референдум өткізгенбіз. Митинг жасағанбыз. Сол митингіге енді ол алдаспанға дейінгі не? Жем антиядролық қозғалысы болды, жаңағы Небат Семейдің. Сонда митинг жасап 700 милиция тұрған. Қазіргі сол кездегі жаңағы мұз сарайы, қазір қоныс сарайы. Радиусы 500 метр ма, жаңағы олай шеңбер жасап адамдар жібермейді. Оның әңгімесі бөлек. Оған қатысқанның біреуі қазіргі облыстың әкімі Оңдасын Оразалин. Ол кезде ол кісі де осы жаңағы ол кісі мына Небат Семейдің белсендісінің біреуі, Жем антиядролық қозғалысын сол кезде штаб, соның комсомол комитетін басқарып, Пеленшітті, соның кабинеті, соның штаб болған бізде. Бүкіл лозунг соның қоймасында болған. Оның әңгімесі көп. Яғни жалпы ол кездегі халықтың мына серпілісі, рухани көтерілу мүлдем бөлек болған. Нағыз кәдімгі революциялық кезең болатын. Міне сол кезде жаңағы содан кейін Алдаспанды Азат филиал қылғаннан кейін мені Алматыға шақырып, ол кезде Азат қозғалысының атқарушы директоры Марат Шорманов деген ағамыз болды. Марат Шорманов мына Заманбек Нұрқаділовтың бірінші орынбасары болған, Алматы қаласының әкімінің бірінші орынбасары болған кісі. Сол кісі басқарып, сол бүкіл ақша жасап, газет шығарып, Азат газетін шығарып, содан жаңа штат ашып, содан мені шақырып, Серік, сен енді сіздер қалыптасқан жігітсіңдер, топсыңдар, дайын филиалсыңдар, басқа жігіттерің басқара береді. Ал сен енді мына бүкіл батыс өңір бойынша Азат қозғалысын дамытуың керек. Соның филиалдарын құруға көмектесуің керек. Сен үйлестіруші боласың. Айлығын қоямыз, сосын жаңа командировочный, жаңа іс-сапарға мынауға дегендей. Енді жарайды. Сөйтіп 91 жылдың жаңағы сәуір айында біз филиалды құрсақ, мамыр айынан бастап мен Азат қозғалысының батыс 6 облыс кірді. Батыстағы 4 облыс, Қызылорда мен Торғай облысы бар онда. 6 облыс бойынша филиал құрдық. Сонда мен мамыр айында Оралға бардым. Оралға барғанда ең бірінші естіген ол жерде бас көтерер Айсұлу Қадырбаева апамыз. Ол кісі ақын белгілі. Сол жерде қазақ тілі қоғамын құрып жүр екен да. Сол кісіге бардым маңдай тіреп. Сосын осылай Азат қозғалысын құрып жатырмыз. Осының Оралдан филиалын құрғымыз келеді. Сіз не айтасыз? Өзіңізге маңдай тіреп келіп отырмын деп едім. Ол кісі мен біріншіден қазақ тілі қоғамын құрып жатырмын мінекей. Оны тастай алмаймын қазір. Екіншіден басында орамалы бар адаммын, әйел адаммын. Жігіттер болған жақсы. Мен енді біраз жігіттердің басын құрап берейін деді. Содан енді біраз жігіттер 23 ба 25 адам жиналды. Сосын сол жерде әңгімелестік. Ол жерде Аран Атабек бастаған Алаш партиясының өкілдері бар екен, қазақ тілі қоғамы бар екен. Содан осы қалай деп жүрген басқа жігіттер бар екен, жаңағы Нұрлыбай, Дәрібек, біз қатарлы бәрі кілем құрдастар, бір қатарлы жігіттер. Солардың негізінде филиал құрдық та, сонда нақтылай айтты жігіттер. Біздер келесі жыл, бір жылдан кейін казактар көтерілетін деп жатыр. Біз соған дайындалып жатырмыз. 91 жыл болған әңгіме. Мынау 90 жылы мамырда бардым. 91-дің мамырында. Бір жыл емес, осы қыркүйекте деп айтты. Мене 3-4 ай қалды, сәке, осыған көмегіңіз керек. Содан кейін мынадай бір әңгіме болған. Облыстық кеңеске осы 400 жылдықты, яғни Оралдағы қазақ жаңағы ұйымының 400 жылдығын атап өтеміз. Бұл тек мерекелік іс-шара болады деп сондай ұсыныс берген екен. Оны облыстық кеңес қабылдаған. Сондай бір оны жаңағыдай, одан да біз оны бір қазақ пен жаңағы Ресейдің, орыстың жаңағы достығы деп, енді сол жылы 90 жылы 25 қазанда егемендікті қабылдады ғой. Соған орайластырып жасақысы келген, бірақ оны қазақтар өздері 16 қыркүйекке соны атап өтеміз деген. Манипуляция. Саясатта, манипуляция. Соны облыстық кеңес, облыстық кеңес пен қала кеңес пен неге рұқсат береді? Бұлай қараңыз, жергілікті сол кездегі билік
Иә. Біресе бүйе, біресе түйе болып тұрған уақыт. Кімге бағынарға білмей тұр. Білдіңіз ба? ГКЧП болғанда 29-шы тамыз, 19-ы. 19-ы, 18-і, 19-ы, 20-сы. Иә. 3 күнде болған кезде талай облыстық басшылар сатылып кеткен. Оның бәрі тізімдері бар. Ана жаққа. Иә, олар қорқып отырды. Мысалға, Ақтөбеде мен жаңағы Мусинге бардым, бұл кісі айтты, Сәке, әзір тыныштық сақтаңыздар. Біздер қазір көшеге шығып неткіміз келді. Біз кәдімгі сол кезде. Сосын жаңағы Алматыға шықтық, ол кезде енді азат қозғалысы, енді Батырхан Дәрімбетовке. Сәке, енді әзір сақтай тұрайық, осы 1-2 күнде әрі бері болады. Сол кезде аналар енді эмиссарларымен ызбандап хабарласып, жаңағы ГКЧП-дағы кімдер, Янаевтар. Соларды біраз адамдар қолдап кәдімгі шовинистер бар, басқасы бар, секеңдеп шықты ғой. Сол кезде не істерін білмеді. Сол кездегі уақытты мен өз басымнан кешкеннен кейін, мына Алашорданың кезін шамасы еміс-еміс мен өз бойымнан өткендей болады да. Сол кезде қазақтың бір қатар Алашорда болып, бір қатары мысалы Түркістан бүкіл конфедерациясын құрам деп Мұстафа Шоқай шықты. Солай емес па? 300 деп бір партия құрды тағы бір кісілер. Содан кейін жаңағы Тұрар Рысқұловтар, Сәкен Сейфуллиндар компартия жағында жүрді. Бұлай қарасаңыз, оларды алай болмады, бұлай болмады, сатқын деп бір жақты бағалауға болмайды. Өте қиын кезең. Олар халықты қайткенде аман алып қаламыз деп біресе бұлай лықсып жүрді. Алашорданың өзі ақырында мойынсынған жоқ па? Ішіне кіріп тұрып өзі ұлтты аман сақтаймыз. Сол сияқты мұнда да жағдай. Енді казактар жалпы, Орал өңірі жалпы өте қиын өңір негізінде. Совет үкіметі кезінде Оралдың ана мал шаруашылығына қалмақтар жылқыларын айдап кетіп тұрған. Қалмақтар ана жақтан келіп, Қалмекайдан. Олар тарихи қалыптасқан жерлер, сол баяғы. Білдіңіз бе? Сондай шапқыншылық бірін-бірі. Мысалы, сондай болып тұр. Ішінде казактар отырып, жаңағы, олар шошаңдап отырады. Ал қазақ дегеніңіз, қазақ ауылдарда жаңағыдай мал жайып отырады да, қалаға кіргізген жоқ қой бізде. 17% артып кетсе, бәрін басқа ұрып, әрбір қазақты пропискеден кәдімгі тексеріп отырды, кіргізбей. Ол кез келген қалада ма? Барлық қалаларда сондай болды. Қазақстанда. Өйткені қазақ кірсе, ол пәтер алады. Пәтер алса, ол қалалық деген сөз, ол саясатқа бейім деген сөз. Ал ауылда жүрген адамның саясатта шаруасы жоқ. Ол саясатқа бейім емес. Сондықтан қазақ тілді орта саясатқа бейім емес. Әлі күнге дейін. Оның барлығы белгілі шаруа. Сонда жаңағы айтайын дегенің жаңағы сенің шығады. Облыстық кеңесті басқарған Есқалиев. Қазіргі әкімнің? Қазіргі әкім ба? Қазіргі әкімнің әкесі ма? Иә, солай болу керек енді. Қысқасы, казактарға сол кездегі Орал өңірінің саясаты бағынышты болады. Өйткені Зенитте, бүкіл жаңа завод фабрикаларда солар жұмыс жасайды. Қаланы солар әбден көркейтіп отырып алды. Қаланың өзінде. Қаланың өзінде бәленбай процент енді 60%, 70%дай солар болды ғой енді. Орысы бар, басқасы бар. Содан кейін солай амал жоқ, солай бағындырған шамасы. Солай бағынған. Ал енді біздің қараған азаматтар осылай болып жатыр деп күйініп жүрді. Аманжол Зейнуллин болды арасында. Ол өзі Оралдың интеллигенциясының, зиялы қауымның басындағы азаматтардың бірі. Мына ауыл шаруашылық экономика ғылымдарының кандидаты, доцент. Содан барғаннан кейін, жаңағы әсіресе осы Айсұлу апамыз мықты неге шықты, болдырмаймыз қайтсек те деп. Егер себебі ана құрылтайды болдырса, оның арты былай болады. Ол жай құрылтай емес. Құрылтайдың артында олар Казак Жайық республикасын жариялап жібереді. Референдум жасап жүрсе де, референдум жасамай-ақ жариялайды. Жарияласа, сол кезде Приднестровьеде сондай болған нәрсе. Жай жариялайсың, содан кейін оны жаңағы ұлтшыл бақтары жайып жібереді. Міне содан кейін ана жақтан тағы ұлтшыл. Міне республика жарияланды. Республиканың басшысы бәленбай болды. Бітті. Үйдің ішінен үй тігу басталады. Соны болдырмау мақсат болды. Ол үлкен саяси нәрселер ғой. Түсініңіз бе? Құлақты бүйтіп отыруға болмайды ол кезде. Жоқ, ол ақпарларды кім беріп отыр сол кезде?
Оның барлығын енді азаматтар сол саяси деңгейдегілер жақсы Ол түсініп отыр ғой. облыс әкімдігіне бір жаңағы Енді аралас қой бәрі. Аралас. Барады, оның бөлім бастығында бәрі ұлтшылдар жігіттер бар ғой. Иә. Органда бар азаматтар. Бәрі ақпарат беріп отырады. Жігіттер бұлай болып жатыр, бұлай болып жатыр. Көрдіңіз бе? Ол кезде қазіргідей жаңағы бала шағаны жаңағы көмір сияқты тиеп алып кетіп автозактарға тығатын ондай жағдай болған жоқ. Онда мүлдем басқа болды. Бізге мысалға оқиғада қарсы тұрған жартысынан көбі мысалы қазақ жігіттері полициядағы көздеріне жылап тұрдылар. Енді шамалы болса, тек ана қазақтарға өзіміз ұмтыламыз деп тұрды. Солай қылып айтыпты сондай кезде. Оның барлығы ешқандай несі. Ол кезде ұлт азаттық нағыз қозғалыс болды. Содан кейін мен оны да газеттен көрдім. Азат газетінде, Азат газеті болды ғой. Иә. Сол кезде аттанайық Ақжайыққа деген сондай бір көп айтылып жатыр. Осындайға жиналайық, осындай деп жатыр. Сол кезде бірнеше елден жігіттер бар. Біздің ауылдан да балдар барған, жігіттер бар. Бұлай болды. Оны идеясы кімдікі? Оны бұлай болды. Жоқ, жаңағы енді мына Орал оқиғасы 14-ті 15-ші қыркүйекте болды ғой. 12-сі 13 күн адамдар жинала бастады. Иә, бірақ оған дейін процесті білмейсің ғой. Иә. Оған дейін Маңғыстауда үлкен митингі болды. Мен енді үйлестіруші болғаннан кейін бүкіл батыс өңір бойынша жұмыс жасадым. Осыған байланысты мына ұлттық күштерді қалыптастыру керек. Оның рухын, оның бірлігін қалыптастыру керек. Сонда біздер бірнеше оқиғалар жасадық. Маңғыстауда болды. Содан кейін Атырауда Олжас Сүлейменов бастаған Невада Семейдің үлкен конференциясы болды. Ол жерде келең жаңағы ұлтшылдар жиналдық. Түсіндің бе? Содан кейін барлығымыз бардықта Семейде мына ГКЧП-дан кейін 20-сына жиналып, 25-теріне жиналып Семейде полигон жабуға бір апта бойы сонда митинг жасадық. Полигон жабылды. Егер ондай болмағанда, Невада Семей қозғалысы шын айтқанда ондай митингге барғысы келген жоқ. Азат қозғалысы соның бәрін ұйымдастырып, митингі деген сол тіпті ана Курчатовқа дейін баратын жігіттер дайын болды. Содан генералдардың өзі келіп, олар енді генералдар одақ ыдырағаннан кейін бюджет жоқ, қожасы жоқ, бітті, олар жетім болып қалды. Содан кейін олар бізбен бірге тұрып алып митинг жасады. Генералдар. Қарулы күштердің генералдары? Иә, кәдімгі Курчатовты басқарып отқан арнайы генерал, өзі генерал болды, полигонды басқарған. Сонда ол өз алдына бөлек әңгіме, шын айтқанда. Қазір енді оны жабуға байланысты 3 азаматтың атын айтады ғой. Бозтайып ағамыз, ол кісі полигонның жабуына алғышарт жасады. Солай деп бағасын беру керек. Алғышарт, предпосылка жасады. Ол оны жасамағанда Невада Семей қозғалысы деген қозғалыс болмайтын еді. Бозтайыптың арқасында сол мәселе үлкен, ол Олжас Сүлейменовке жетті. Олжас Сүлейменов сосын халықты көтеріп, оны бүкіл халықтық, бүкіл қазақстандық қозғалысқа айналдырып жіберді. Ол саяси қозғалыс болып кетті артынан. Содан кейін оның ар жағында енді жабуға тек бір адамның қолы керек болды. Назарбаев қол қойды. Әрине ол қойғанда Елсинмен бірігіп болды. Ақылдасып мысалға. Сонда қарасаңыз, оны ашқан Қазақстан емес қой. Сонда Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының президенті емес. Ол Қазақстан Советтік Социалистік Республикасының президенті болды. Қойды. Оның полигон жабуға құзыры жетпейді, шынын айтқанда. Ол тарихи парадокс. Былай қарасаңыз. Көрдіңіз бе? Өте қызық жағдай. Бұл Алла тағала жапты деген сөз, былай айтсаңыз. Сонда сол полигон жабылғаннан кейін ұран тасталды. Енді аттанайық Жайыққа деген. Сол жерде? Иә. Яғни тізбек келе жатыр. Маңғыстауда, Атырауда, Семейде, содан кейін Оралға. Ол бәрі 91 жылдың маусым айынан бастап қыркүйекке дейінгі аралықта. Ол кезде ешқандай ұшақ жоқ, әйтеуір. Ұшақтар бар. Ұшақтар арзан. Ол кезде экономикалық жағдайға қазіргідей емес. Ана жерге шай береді, мына жерге тамақ береді. Сен жолыңды ана жерге апарып тастайды. Кейде самолетке, ұшаққа билетті алып бере қояды, немесе өзің ала қоясың. Арзан ол кезде. Бара қоясың, келе қоясың дегендей. Пойыздарда да сондай. Қазір жағдаймен. Сонда сол кезде бүкіл Қазақстаннан Оралға барамыз деп. Бәрі сөзінде тұрды. КамАЗбен келген жігіттер болды. Павлодардан келді. Бикеш деген апамыз қайтыс болды. Сол кісі басқарған топ келді Павлодардан.
Шағын топтар. Иә, шағын топтар 10-15 адамнан Жамбылдан келді. Жамбылдан 95 жастағы бір қария болды, аты жөнін ұмытып қалдым. Сосын 60 жастағы Шоқай деген ата болды, ол мына фотосымен барлық жерде жүр. Сосын 3 жасар ма, 4 жасар қызымен Хадиша деген келіншек болды. Жамбылдан. Шымкенттен болды, батыстан сірә болды барлығынан. Қызылордадан Арал, Сексеуіл деген тіпті ту жасап алып кетті ненің азат қозғалысының. Сол ту, сол Орал оқиғасының жаңағы нағыз белгісі болды. Сол тудың негізінде Қазақстанның туы пайда болды. Түсі көгілдір, ортасындағы 8 бұрыштың орнында жаңағы шаңырақ, күн. Көрдіңіз бе? Соның негізінде болды. Енді айтайын дегенім 12-13-нен бастап жинала бастап, бірақ мен айтқанда мына енді 6 облыстың бәріне айттым ғой, барлығына сауын айттым, осындай жиналамыз деп. Бірақ ол жерде мынадай мәселе болады, алдын ала айтып қоямын дедім. Иә, азамат соғысы басталып кетуі мүмкін, соғыс басталуы мүмкін, жерге талас. Болмаса біздер сотталуымыз мүмкін. Соған дайын болыңыздар. Соған дайын болыңыздар. Іштей ма, сырттай ма, өшін бала шағалармен қоштасыңдар. Баратын болсаңдар. Әңгіме солай. Бұл енді жаңа улап-шулап полигон жабу емес, митингке шығу, анау-мынау емес. Бұл кәдімгі екі жақтың текетіресі. Яғни жерге, елге талас. Содан кейін түсінді азаматтар. Қайда баратқан, не үшін баратқанын. Содан барғаннан кейін 13-нен бастап түскен, енді мен 14-не түстік біздер. Барған бойдан жігіттер, жас жігіттер, әсіресе каратист жігіттер болды Жамбылда. Солар барып, біраз адамдар түсіріп, қазақтар. Бірден ақ уже кіріскен. Сырттан, олар айтылмайды әңгімеде? Иә, олар әлі айтылған жоқ олар. Жалпы бұл Орал оқиғасы енді өсектер көп ақ. Бұған мұна қылмыс әлемінің авторитеттері де қатысты дегендер бар. Бірақ оны көрген жоқпыз. Бірақ олар жалпы жағдайда тұрған. Егер шиеленіскен жағдайда. Біздер онымен байланысқан жоқпыз бірақ. Түсінікті. Жаңағы жирен алмастар, басқалар. Енді сондықтан қысқасы Оралға бүкіл Қазақстан жиналды. Көрдіңіз бе? Оны азат қозғалысы жаңа негізінен ұйымдастырды. Бірақ Оралға жиналғанда Жасарал Қуаншалин ағамыз, Дәурен Сатыбалдиев деген ағаларымыз Алматыдан келді. Олар жаңғыру деген қозғалыстың атынан келді. Сосын қазақ тілі қоғамының атынан біраз адамдар келді. Бұл жерде тек қана азат емес, жан-жақтан. Иә, әуелі жан-жақтан келді. Бақытжан Әділов деген жігіт, ол Небат Семейдің атынан келді. Орал Сәулебаев. Сөйтіп жан-жақтан. Ол кезде жаңағы енді қозғалыстар көп. Партиялар бар. Бірақ ұлт дейтіндер бәрібір ұлт болып қалады да, ұлтшыл болып. Солар жиналды да, сол ақыр айналғанда барлығы азат қозғалысына бірікті ғой сол жерде. Өйткені азат қозғалысының дені негізгі біріктірушісі сол болды. Енді видеосын қарадым, әне жерде алаңда адамдар қаптап жиналып атты, басында 1000 адам, кейін 3000 адам деп адамдар сол кезде, сол зенитте жаңа казактардың іс-шарасы өтейін деп жатыр. Іс-шарасы өтіп те жатыр деді сол кезде. Сол кезде 113 адам сол жаңағы зенитке барды. 113 адамды кім таңдады? Енді мен айтайын. Ең бірінші 15 күні Қарасоқ болды. Таңертең сағат 7-де Айсұлу апамыз айтты, 7-8 адамға дейін. Мына жерде казактардың қырып тастаған қазақтардың моласы бар. Сырымдатұлының ба, соның әскерінің ба бір қырылған несі моласы бар. Жермен жексен болып жатыр. Соған барып, соған дұға оқуымыз керек деп. 7-де тұрып, 8-де соған оқып, содан кейін шай ішкен болып, алаңға келдік сағат 9-дарда. 9-дарда алаңға халық жинала бастады. Енді бұл жерде бір несі, сол кездегі облыстық телерадио комитет деп аталады. Соның басшысы атын ұмытып қалдым, өкінішке орай неде жүр. Сол жаңа деректі фильмде ол кісі өзі сұхбат берген. Сол кісі бүкіл облысқа радио мен телевидениемен жай жіберген. Видеода айтылады, жаңағы мен мойныма алдым, мен бұл жерде ешқандай... Ол басшылыққа бағынбай. Көрдіңіз бе? Яғни мына жерде Орал оқиғасы азаматтық позицияны алға шығарды. Ешқандай сен лауазымың, кім екенің ешқандай түк көспей қалды ол кезде. Сен азаматсың ба? Бітті алға.
ана кісі де солай қимылдап тұрды. Қазір бір аңсап қалдық соны. Ол қазір оған сен шөліркейсін, ондай жоқ. Ертек сияқты ол болып қалды. дефицит, ертек сияқты мен айтып отырғаным сол, ертек айтып отырмын ғой қазір. Өтірік айтып қосып отырған деп отырған шығар. Бірақ оны қосып отыруға менің шамам да жоқ қазір. Сонда енді мен хрониканы айтып жіберейін. Содан кейін келдік, митингі басталды. Митингіні енді бір қызық жері мен байқадым былай. Қанша дегенмен жаңағы қазақтарды бәрін басып тастаған ғой қазақтар. Олар жаңағы говори на человеческом языке деген әңгімелер айтылатын кезең ғой. Сол кезең шынтап айтына келгенде. Бәрі ауылдан келген жастар. Анау қанша деген басқа кеңістік. Қала басқа кеңістік, қазаққа жат кеңістік. Оған үйрену үшін 1-2 жыл керек саған. Сондай кезде ол қанша дегенмен қазақтардың әлеуметтік мәселесі өз алдына, ол жерде рухы мықты деп айта алмаймын мен. Сонда 14-15 күннің ішінде рухы мүлдем өзгеріп кетті. Митингімен жаңағы. Мүлдем адам танымастай. Сонда шамамен 10 мың адам алаңға жиналды. Сол алаң жаңағы саяси ағарту үйін біз штаб қылып алдық. Компартияның саяси ағарту үйінің штаб қылып алдық. Соның алаңы Азат алаңы деп аталып кетті. Қазір оны қайттан жауып тастады. Ол кезде Азат алаңы деген қал. Сонда митингі болып жатты. Сосын мен енді былай саяси жағынан лауазымы ең жоғары мен болдым, бірақ ең жаспын. 13 адам болдық, негізінде жан-жақтан жиналған 13 адам штабты басқардық, оқиғаны басқардық. Сосын мен идея тастадым. Бізге қазір мына халықты меңгере алмай қаламыз. Өйткені 5 мың, 10 мың көбейіп жатыр. Оның арасында бірнеше жәшік араға келіп арандату жасады. Кімдер? Кімдер болғанда енді қарсы жақ қой. Ол органда болуы мүмкін. Өйткені желтоқсанда қайталауы мүмкін. Иә. Оларға ілік керек. Олар соғыс бастағысы келді, қысқасын айтқанда. Біздер керісінше соғысты болдырмауымыз керек болды. Яғни болдырмау үшін сен қазағыңа ие болуың керек, бірақ бәрі бір қимылдау керек. Сонда сен қара, бұрын көрмеген, өмір адам жинамаған 2 күннің ішінде жаңағы адамдарды, бәленбай мың адамды меңгеру үшін оған енді біраз нәрсе керек қой. Сондықтан бізге, мен айттым енді, бізге қазір өзімізше айттым, гвардия жинауымыз керек. Содан сол жерде шұғыл алдымда ант жаздым. Содан кейін халыққа хабарладық, бізге қазір ең мықты спортшы 100 жігіт керек. Содан бәрі сапқа түзіп, 100 емес 200 жинап қалды ана жерде. Содан 100-ін іріктеп алып, бәріміз 13-іміз де 100-іміз де бәріміз ант беріп. 113 дегенде өздеріңіз 13 адам және жергілікті 100 жігіт. Иә, 100 адам. Жергілікті болғанда жан-жақтан келгенде бәрі кіріп кетті. Содан кейін ана түсіндірдік ана 100 адамға. Сіздер бізге көмектесесіңдер, сіздер гвардия сияқтысыңдар, сіздер тәртіп сақтауларың керек. Әйтпесе бұл жерде жағдай мүлдем басқа. Біз яғни ситуацияны өз уысымыздан шығармауымыз керек. Осының барлығы писент деп айтылғаннан провокацияға бармау керек. Ол провокация деген ол уже екінші жақтың қаруы, өте жақсы қаруы. Ана жақ ол кезде бұрылдатып жаңағы шіркеуіне барып жатыр, қазақтар саппен жүріп жатыр, әдейі жаңағы қызықтырып, нені қоздырып дегендей. Сондай болып жатты. Содан кейін жаңағы бір Мұқанов деген қазақ жігіт, орыс тілді. Қазақтар жағында жүр енді. Ол да енді ұлтшыл шығар, мен шынын айтайын, енді кінәлай алмаймын. Бірақ қазақтарға жағында көп жүр, астында Волгасы бар. Ол келе жатқанда Волгасын ұстап алып, жігіттер аударып тастады Волгасымен бірге. Ол сол жаңа облыстық басшылықта істейтін. Иә, сол маңайда, сол өзі белсенді, сол депутат, сол облыстық. Кейіннен ол жоғарғы кеңестің депутаты болды. Ол жігіт. Сондай жағдайлар болды. Кім болмай жатыр? Кім болмай жатыр, иә. Бірақ енді біздер сол жерде жаңағы Есқалиев мырзаға барып сөйлесіп, өзіміздің талабымызды қойып, солай болып жүрміз. Бірақ енді мына халық митингі жасалып жатыр. Содан кейін енді ана зенитке барып, қазақтардың құрылтайын бұзуымыз керек болды бізге. Тоқтату керек. Иә, тоқтату керек. Олар да бәрін естіп жатқан шығар. Әрине олар да. Осынша адам жиналып жатыр. Қазір ие болмай қалды. 300 атаман келді Ресейден. 300 атаман. 300 атаман, ол былай болды. Мына Қазақстан мен Оралмен шектесетін жердегі оңтүстік Орал әскери округі. Оны генерал Макошев басқарды. Ол шовинист болды. Оның танкі дивизиясы болды. Сол атамандар жіберіп қан сол. Ол кезде мына ыдырап жатқан, Совет одағы ыдырап жатқан кезде әркім өзінің күшін пайдаланып, ойына келген істеді ғой. Шовинистер жаңағы жерді алып келгісі келді.
оның үстіне горбачев кетіп бара жатқанда қазақстандағы 5 облысты алып қалуымыз керек деді, өсиет айтты. Солженицин айтатын. Иә, Солженицин айтатын. Иә. Содан кейін мыналар соның ісін асырғысы келіп жүргендер ғой. Сондықтан жаңа қызық екен, мына осындай оқиғаның процесінде, үдерісінде сен қорқуды, сескенуді ұмытып кетесің. Мысалы үшін, бәрібір сол зениттің қасына бардыңыз ғой, жұмыс адам. Ана алаңдағы адамдар тағы келген осы жерге. Енді біз айттық, ана жерде бар. Ана жерде Бақытжан сөйлеп жатыр, Жасарал сөйлеп жатыр. Сіздер осы жерде қалыңдар. Егер бізбен бірдеңе болса ғана келіңдер. Өйткені халық жолатуға болмайды. Жолатсаң, онда ана казактармен шайқас болады, олардың екі-үшеуін өлтіреді, сол соғыс басталады. Қару-жарақтар бар олар. Қару-жарақ екі бастан. Сол керек. Оның сыртында қаланы қоршап, қазақ аудандардан, Атыраудан келген атты қазақтар тұр. Қазақтар біздің кіре алмай, оларды милициялар ұстап тұр. Бұл нағыз ұлт-азаттық қозғалыс қой енді, күрес. Содан жаңағы айттық халыққа, сөйледі, сіздер қалыңыздар, өзіміз хабар бергенде келіңіздер. Міне 113 адам біз барып казактармен сөйлесеміз, құрылтайын не қылып, оларды әңгімелесеміз. Сөйлесті ме? Келіссөзге. Содан біз бардық, біз барған бойдан бізге қарама-қарсы біздің өзіміздің амондар тұр. Бізге қарсы. Содан қызық болды. Тұрмыз, мынадай момент есімде қалды менің. Сағат 1 шамасы күндізгі. Бір қара суық, бірақ та күн жылынғандай болды да, түйіліп тұрған болт қыдырады да, жып-жылы жаңбыр жауды. Жып-жылы. Иә, бір ақ жаңбыр шығар. Иә, 10 минуттай сіркіреп жауды да, сосын мен айттым, жігіттер, біз ана аталарымыздың басына барып Құран оқыдық. Мынау әруақтар бізді қолдап тұр. Деп кәдімгі көңіліміз көтеріп, жаңа күн шықты бір уақытта. Сөйтіп тұрғанда қысқасы Мұхтархан деген жігіт, өзі каратеш жігіт. Анау намыс қой. Аналар біз енді бара алмай тұрмыз, аналар құрылтайын жасап жатыр жаңағы конференциясын. Бізге қарсы амон тұр. Сосын анау жұлқынып шықты да саптан. Казактарға ұмтылып. Казактар былай келді ғой айтпақшы. Сол кезде шыдай алмай кетті да. Сол кезде тек жаңағы барып қол аяққа ерік бере жазатын Мұхтарға. Соны ұстап қалдық. Содан ол жібермегеннен кейін ана буындағы ыза жылап жаңағыдай. Сондай бірімізді ұстап тағы тұрды ол жерде. Сондай моменттер өте көп болды. Бірақ та сосын қарасақ, ана жақтан хабар келді, халық келе жатыр. Лавинада. Қашып уже. Ана митингідегі қазақтар. Тоқта дегенде қарамастан. Иә, 10 мыңдай халық қой, ол деген кілең жастар, бала-шаға. Содан кейін ішінде қыздар көп екен. Қыздар көп. Содан кейін 100 адам алдық та, енді мына көшеден келе жатыр ғой. Бүйтіп тұра қалдық алдына. Қолымыз ұстап. Сосын ана бізге жеткендерін өздерін ұстады, толқын солай ұстап. Сосын сол жерде жаңағы Қадиша, анау зенитке кіретін бір темір жол жаңағы, тупик қой. Соның үстіне ақ орамалын жайды. Мынадан аттамайсыңдар енді. Сосын сол жерде тағы ұстадық қазақтар, өз қазағымызды. Содан кейін 7-8 адам біз іріктеліп, казактарға баратын болдық. Кім ұйымдастырды оны? Енді жаңа штаб бар ғой, 13 адам. Сол ғой бәріміз шешіп жүрміз ғой. Жоқ, оны жаңа ОМОН кіргізбей тұрған жоқ па? Жоқ, ол жерде олар бұлай тұр ғой. Бірақ біз уже ана жерде облыстың басшылығы тұр. Мына халықты көрді. Енді біз делдал болып жұмыс жасауымыз керек арада. Түсіндің ба? Біз айттық, ана жаққа барып казактармен сөйлесуіміз керек. Ол біз жібер деп жатқан жоқпыз. Ондай жіберу-жібермеу деген әңгіме жоқ. 8 адам барады ғой, жібереді ғой. Содан кейін баратын болып, жаңа халыққа айттық, қазір мен жібереміз. 15 минут қана сұрадық халыққа. 15 минутты шеше алмасақ, онда сіздерді босатамыз деді. Сосын мыналарға келіп, Исқалиев бастаған басшылыққа айттық. Мына казактарды тез таратпасаңыз, 15 минут береміз. Содан кейін біз жауап бермейміз. Міне халық тұр. Біздің қару ғой. Содан кейін бітті тек. Шешім қабылдады. Казактарға айтып, апыл-ғұпыл аналар менің сарайдың ар жағынан автобустар қойып, 5-6 автобус үлкен-үлкен. Тиеп, соның арасынша тиегі ағытылып, мыналар келіп, лавина қуатын қуып, соның автобустың артынан қуып.
Ешкім таяқ жеген жоқ қой. Ешкім таяқ жеген жоқ, аса көп ештеңе болған жоқ, оқиға болған жоқ. Ешкім мұрны қанаған жоқ. Казактар тым-тырақай масқара болып қашты. Атамандар жаңағы. Сөйлескен жоқсыздар ма олармен? Олармен сөйлескенде арасында сөйлесу бардық қой. Иә. Олар деген сөйлесетін дейін емес. Олар біріншіден астам сандар, екіншіден біздің өзіміз шарамыз деп жүргендер. Бұл жерде принципті түрде солай қуу керек болды. Просто күшті көрсету керек болды. Әрине күшті. Яғни біз осы жердің қожасы екенімізді көрсету керек болды. Соны көрсетілді. Осыдан кейін азат қозғалысының беделі бірден шаңырақ кетті. Енді ол жерде бізде екі бұқаралық ақпарат құралы болды. Біреуі жаңа облыстық телерадио компаниямыз болса, екіншісі сол кезде марқұм Батырхан Бәрімбетов ағамыз Азаттық радиосында жұмыс жасап, мен сонымен тікелей байланысты ақпарат жіберіп тұрдым. Тікелей дүние жүзіне соны жіберіп тұрды. Артынан Азат газетіне шықты бүкіл материал барлығы. Одан кейін де көп жұмыс болды, одан кейін де талай тартыс болды. Бәрі бітті, тарады, кейін жаңағы облыстық басшылықпен жолықтыңыздар ма, әлде? Облыстық басшылықпен одан кейін 15 күн жұмыс жасадық ол жерде. Одан кейін жаңа мұнайдар бастаған жастар екі жігіт болып аштық жариялады. Жаңа облыстық шешімін дұрыс емес, ол үлкен ұлы кетті. Одан кейін Алматыда болды. Әңгіме көп. Енді айтайын деген бұлай. Жалпы, егер де бұл сәтсіз болған жағдайда, онда Орал емес, мына бізбен сіз отырған мына Ақмола, ол жерде Целиноград, Қарағандың анау Өскеменге дейінгі бір-ақ сызаттар бәрін қосып жіберген еді. Олар күшті сезді ма сол кезде? Ол кезде біріншіден ол кезде өздері ыдырап атырып, негізгі ахуалдар жақсы болған жоқ. Теңселіп қалды. Енді мына жерден бір тағы тұмсықтан неткеннен кейін тіпті теңселіп қалды. Ана жерден мына жерден 2-3 шақты казактар шошаңдаған болды, бірақ андай ештеңе жасай алмады. Яғни бұл 90 жыл өткен ғасырдың соңындағы жерімізді алып қалуға деген халықтың тарапынан, биліктің емес. Билік бұл оқиғаға қатыспай, тек жаңағыдай жергілікті билік деңгейінде ғана қатысты. Ол кезде республиканың басшылығы тарапынан бізге ешқандай көмек болған жоқ. Бір генерал-майор жүрді, қазақ жігіт, аласа бойлы, көрініп тұр, жанасып жүрген, бір органның жігіті болу керек. Республикалық? Иә, Алматыдан келген деп айтты, сол жүрді. Содан кейін біздің басшымыз Елсин екеуі Қарабаққа кетіп қалды. Сол күндері. Қарабақта армян, азербайжандар соғысып жатты. Ал өзімізде сондай жағдай бола жаздады. Кейін қудалауға түскен жоқ па? Жаңағы азат қозғалысы... Кейін қудалау емес, кейін үлкен марапат болды. Республикалық билік Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі үлкен жиында осыдан кейін атап өтіп азат қозғалысын. Бұл қазақ халқының тарихындағы үлкен бір серпіліс деген сияқты әңгімесі бар. Ол кісі шынымен сүйсінді. Өйткені шын айтайын, ГКЧП кезінде Нұрсұлтан Назарбаевтың өзін қорғайтын күш болмаған. Менің естігенім, бәлкім өзің аларсың, Серік Әбдірахманов деген ағамыз болды. Бар ғой қазір? Бар, иә. Комсомолды басқарды. Сол кісі бір топ қазақ жігіттерін ертіп, Нұрсұлтан Назарбаев мені басшымыз ғой, бірінші хатшы. Соны қорғаумен жүрген. Ресми қорғайтын күш болмаған, сенбейсің. Бұл жартысы орыстар, басқа халықтар. Сондай жағдай болғанын естідік. Ол кездегі жағдайда тарих, жаңаша тарих деп атайды. Жаңаша тарихқа тарихшылар әлі қолдары жетпей жатыр, немесе жігерлері болмай жатыр. Олдай тарихшыларды, мысал үшін, міндетті түрде біреу тапсырма беру керек пе? Міндетті емес. Иә. Олар әуелі өз зерттеп жазады да, содан кейін қазір Аллаға шүкір көрінген жерге жарайды аласың. Ал ресми түрде билік оны, ресми тарих мойындай ма, мойындамай ма, ол екінші мәселе. Бейресми тарих болу керек қой бізде. Айтпақшы, бізде Нұрпейісов тарихшы ағамыз жазған 8-ші сыныптың тарихында Орал оқиғасы, азат қозғалысы туралы шағын ғана ақпарат болған. Оның барлығын атып тастады кейін. Жалпы біздің бұл оқиға
Мына 25 қазандағы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы декларация қабылданды ғой. Соған дейін 40 күн бұрын болған оқиға. Ал тәуелсіздік туралы заң қабылданғанға дейінгі 16 желтоқсанға дейін 90 күн бұрын болған оқиға. Нақты 90, 16 қыркүйек. Анау 40 күн, мынау 16 желтоқсан, 90 күн. Бұл нені білдіреді? Бұл қазақ халқының тәуелсіздікке дайындығын білдіреді. Өзінің жерін, өзіндегі бүкіл мәселелерді шешіп тастады ғой. Полигон жауып тастады. Қазақтарды тыйдық. Енді әрі қарай тәуелсіздік жариялап жіберу керек болды ғой. Соның өзін қорыққаннан 25 қазанда декларация қабылдадық. Ол 90 жыл қабылдадық қой. Жақсы, енді осы былай ғой. Енді бұл жерде не үшін осыны сіз әлеуметтік желіге, Фейсбукқа жаздыңыз? Осыған шейін, мысалы үшін, бұны қозғаған жоқсыз. Әлде осы арнайы 30 жылдықтың аясында бұл аталып өту керек, бұны ұмытып кетпеу керек деген бе? Әлде соңғы саяси болып жатқан оқиғаларға байланысты жаздыңыз ба? Әңгімеміздің басында айттық қой. Иә. Қазақстанның тарихында өткен ғасырдың 90 жылдарда ерекше үш оқиға болды деп қой. Ерекше үш оқиға болатын болса, соның біреуі осы Орал оқиғасы. Оған 30 жыл толып отыр. Енді 40 жылдығында мен 70-те болады екен. Ол кезде маған сөз бере ме, бермей ме? Біріншіден. Екіншіден, қазір оған қатысқан адамдар біразы есейді, үлкейді, қартайды. Жас ұрпақ бәрі білмейді. Сенің өзің еміс-еміс білесің. Иә. Солай? Жоқ, мені де... Енді сен білесің. Онда да сен осы салада жүрсің. Ал қарапайым жастар білмейді оны. Өмір бойы осылай бейшара болып келе жатыр екенбіз. Өмір бойы басымыз салбырап келе жатқан екенбіз. Демей ме? Екіншіден, қазіргі бұл тақырып қазіргі уақытта өзекті. Солтүстіктен ызғар естіп тұр қазір. Әне жер біздікі, мына жер біздікі, ананы сыйладық, мынаны сыйладық деп отқанда біз өзіміздің тарихымызды көрсетпейміз. Міне, оның ар жағындағы Алтын Орданы айтпай-ақ қояйық. Алтын Орданың 750 жылдығында дұрыс атап өткен жоқпыз. Бұл былай айтқанда халыққа рухын өзіне қайтару. Сенің рухың болды кеше ғана, осы 30 жыл бұрын ғана осындай болғансың. Қазіргі деңгейіңді қара, яғни салыстырайық қазіргі рухпен 30 жыл бұрынғы рухты. Керек нәрсе ме? Керек нәрсе. Бұл негізінде ресми түрде аталып өту керек. Бұған арнайы медаль шығарылу керек. Оның бірде-біреуі жоқ. Осындай жағдай. Сондықтан бұны атап өтпей болмайды. Бұны атап өтілуге тиіс. Сондықтан ертеңге онлайн конференция ұйымдастырылып жатыр. Былтыр азат қозғалысының 30 жылдығы да тым тырыс өтті. Оған да көп нәрсе жоспарлап істей алмадық. Сондықтан бұның барлығы жетім халықтың жетім тарихы болып тұр да. Бірақ сіз сенесіз бе, уақыт келгенде бұның бәрі айтылады, бұның бәрі тарих орнына қояды. Тарих жай ғана ұмытылып кетпейді ғой. Ол қалай болғанда ұмытылмайды. Бірақ мына тарихты жасаушылар, біз тарихты жасаушылармыз ғой. Тарихты жасаушылардың өзі тарихты жазуға тиіс емес қой. Оны тарихшылар жазу керек қой. Солар зерттеу керек. Солар сенің орнында отырып менімен әңгімелесу керек. Солар жазу керек. Солар магистрлық қорғау керек. Солар докторлық қорғау керек. Солар кітап шығару керек. Солар конференция өткізу керек емес пе? Кім оларға қой деп отыр? Кейде айтады ғой, мысалы үшін, тәуелсіздік біз ең соңынан шықтық, амал жоқ, тәуелсіздік атандықты. Бірақ енді жаңағы сіз айтып отырған осы үш оқиға, ол енді тәуелсіз болуға ұмтылған дүние ғой. Тәуелсіздікке дайын рухы бар халық деген сөз. Иә. Осы жағы шында да ол кезде енді біз енді жігіт болып қалыптасып жатқан уақытпыз. Біз кез келген нәрседе біз үшін үлкен жаңалық болатын еді ғой. Бірақ екі нәрсе, алдыңғы екі оқиға көтеріліс дейсің ба, білмеймін, әйтеуір екі оқиға, соңғысы оқиға емес, бұл күрес таза. Екі жақта дайындалды. Стихиялы емес, екі жақтың жоспары болды. Екі жақтың мақсаты болды. Бұл күрес. Тәуелсіздік бір күнде шыққан жоқ ол. Иә, айтып отырмын. Бір жыл бұрын басталды, дайындалды, бүкіл Қазақстанның түкпіріне жиналды, іс болды, барлық ритуалдарға дейін жасалды. Және көз алдымызда халықтың өзгергенін көрдік. Мен соған таң қалдым. Бір сәтте. Бір сәтте өзгереді екен. Сондықтан мынау отырық ұйқылы ояу халық, бұл осылай, ол Алла тағала бір үфі десе бітті. Адам танымастай болады.
Сондықтан бұл Орал оқиғасын қазақ халқының соңғы тәуелсіздік алардан бұрынғы басты күресі ретінде мойындауымыз керек. Күресі ретінде мойындау керек. Жерімізді алып қалдық. Енді сол кездегі жаңағы осы ұйымдастырған, осының басқасында жүрген азаматтар бар, жаңағы апалар бар деп жатсыз. Қарым-қатынас бар шығар, енді ертеңгі болатын конференцияға бәрі қатысатын шығар. Енді қазір бір қиындық бар. Көп азаматтар, әсіресе үлкен кісілер, анау Zoom дегенді қолданылмайды екен. Ол жағы бар. Сосын бір қатары қазір енді біраз жасқа келді, 70-ке келді, мысалға. Аманжол Зейноллин ағамыз Түркияға денсаулық мәселесімен кетіп бара жатыр. Енді бәріне сауын айтып жібердік, хабарландырып. Қатысатындар қатысады. Біздің басты мақсатымыз осы әңгімені халыққа, жас ұрпаққа жеткізу. Әрі қарай жас ұрпақ осы эстафетаны қалай алады? Біз өзіміздің қолымыздан келген миссияны орындадық. Құрметті халайық. Мен соны айтқым келеді. Соны ертең айтамыз. Қараңыздар Фейсбуктан арнайы. Енді Сергей аға, мен де өз кезегінде бір бейжай қарай алмадым негізі. Енді басқа да бір мүйізі қарағайдай журналистер зерттеу жүргізу керек беді. Мен енді ертең жаңағы көріп отқан көрермен айтуым мүмкін, мына не қатысы бар деп. Мен енді іштей өзімді осыған бір азаматтық борышым деп санадым. Кейбір сұрақтарым мүмкін дұрыс болмай жатқан шығар. Енді бірақ мен өзім білгенімді сол кездегі оқиғаға байланысты сұрақ қойдым. Негізі бұл енді сол кезде газеттерге, Азат газетіне, басқа да әңгімелер болды. Бұл жайден жай емес. Енді әртүрлі дақпырт әңгіме бар. Жаңағы сырттан ананы қуып жібердік, сабадық, атынан мінгіздік деген сияқты. Бірақ нақты басы қасында жүрген өзіңіз болдыңыз. Сондықтан да мен бірінші рет сізден осыны сұрап тұрмын. Бұған дейін де талай әңгімелестік қой, бірақ дегенмен өз аузыңыздан бірінші рет естіп тұрмын. Және бұның қандай тарихи маңызы бар екен, кешегі мына әлеуметтік желідегі жазбадан кейін өзім бірден солай қабылдадым. Бірдеңе түсінікті бар ғой, әйтеуір мен өзім мына тәуелсіздік жолында әрбір азамат ойлану керек та, бір не қандай үлес қостым дегенде, меніңше бұл қомақты үлес деп есептеймін. Осыған қатысқан азаматтар кемінде 5-7 мың азамат қатысты, солардың барлығы осы тәуелсіздікке осындай үлкен сыйлық жасады. 5 облыс қататын жерімізді алып қалдық. Одан кейін де қаншама нәрселер болды. Ермак деп аталатын қала болды. Қазір оның аты Ақсу. Сол жерде Ермакқа, мына қазақтың атаманы Ермакқа, ол ермек қой, сатылып кеткен қазақ ол шын айтқанда. Соның үлкен 22 метр ма ескерткішін құлатып қаланың атын өзгертті. Оған да азат қозғалысынан бар. Осындай ол әңгіме көп оны. Жаңағы мына Орал оқиғасын Ғалия Әженова деген журналист кезінде мықтап насихаттады. Түбіне түсіп осылай қылып бастан аяқ жазды кезінде. Одан бері керекте мына Жайна қазір ұлттық арнада істейтін қарындасымызда жақсы бір осы 20 жылдығында ма, білмеймін, ютубта жүр. Өте жақсы репортаж жасап. Ол енді жекелеген адамдар тарапынан жасалып жатыр ғой, бірақ ол жеткіліксіз. Мына енді қазір мына азаткер деп аталатын біздің өзіміздің тобымыз бар. Бұл мына азат қозғалысына қатысқан, азаттыққа, тәуелсіздік жолында қатысқан азаматтардың бәрін біріктіріп, бір жас ұрпаққа өнеге көрсетейік, тәрбиемізді көрсетейік, алдыңғы үлгімізді көрсетейік. Әншейін жүрген жоқпыз. Әншейін бұл тәуелсіздік келе қойған жоқ. Халық тарапынан үлкен қозғалыс болды. Биліктегі азаматтар да барын салды. Айттым ғой, қазақ халқы басқа халықтардан гөрі 3 есе езілген халық. Сондықтан біз ең соңынан зорға дегенде тәуелсіздік алдық. 3 есе. Біз тәуелсіздік алғанда санымыз 41% ғана болды. 41% ғана. 60% басқалар болды. Сөйте тұрып осы жерімізбен осы елге тәуелсіздік жарияладық. Соның қазір құнын білуіміз керек та, жай ғана білу емес. Оны қолға алу керек. Қазір Қазақстанның қазіргі ахуалын жақсылап азаматтық позицияны нығайту керек. Онсыз мемлекет болмайды. Көп рахмет әңгімеңізге. Солай 30 жылдық болып жатыр. Біз тарихымызды білуіміз керек. Және бұл жай ғана оқиға емес, бұл кәдімгі үлкен тарихи маңызды оқиға.